Сәлем балалар, әдебиеттік оқу 2-ші сынып 19-ші сабақ. Тақырыбы менің атам күлмеңіздер кәрі. Нақыл сөздің мағынасын түсіндіріп көр. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол кел. Бұл нақыл сөз адамның өз ата-анасына, үлкендерге жасаған жақсылығы мен жамандығы алдына міндетті түрде шығатынын білдіреді. Сен бүгін үлкендерді қалай сыйласаң, ертең өзің есейгенде сенің балаларың да сені солай сыйлайтын болады. Балалар үлкендердің іс-әрекетіне қарап өседі. Егер бала өз әке-шешесінің, ата-әжесінің қамқор болып, сыйластық көрсеткенін көрсе, өзі де сондай мейірімді болып тәрбиеленеді. Өмірде жасалған әрбір іс екі есе болып қайтады. Үлкенді сыйлау, оларға қолғабыс ету әрбір баланың міндеті. Нақыл сөз бізді үнемі жақсылық жасауға, ата-анамызды ренжітпей, аялауға шақырады. Балалар, өзімізден үлкен ата-әжелерімізден ата-анамызға күнделікті өмірде қандай көмек және жақсылық жасай аламыз. Суретке қарайық. Суретте не көріп тұрсыңдар балалар? Екі бала төмен қарап тұр. Неліктен деп ойлайсыңдар? Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымызға кезек берейік. Міржақып Дулатовтың «Күлмеңіздер кәрі» деген әңгімесін балалар өздерің мәнерлеп оқып аласыңдар. Мәтін не туралы? Әкесінің сөзін ұмытып, көшедегі қарт адамдарды, яғни кемпір мен шалды мазақтап, келемеж қылған екі бала туралы айтылады. Әкесі балалардың бұлығын естіп, оларға ұрсудың орнына, ертең мен де қартайғанда сендер сияқты ақымақ балалар маған да күлер деп қорқамын деп өз ренішін жеткізеді. Әкесінің бұл сөзі балалардың жүрегіне қатты батып, олар қатты ұялады. Содан кейін кәрі кісілерге күлуді мүлде қояды. Негізгі идеясы қарттарды сыйлау, үлкендерді мазақтамау, әрбір адамның түбінде қартаятынын түсіну. Балалар неліктен ұялғаннан қызарып кетті деп ойлайсыңдар? Өйткені олар өздерінің жасаған істерінің қаншалықты жаман екенін және әкелерін қатты ренжіткенін түсінді. Сондай-ақ өз әкелерінің де бір күні қартаятынын ойлап, өз қылықтарына ұялды. Әкесінің орнында болсаңдар, сендер не істер едіңдер? Олар әкенің ақылмен, сабырмен түсіндіргені ең дұрыс жол екенін ұғыну керек. 3-ші тапсырма, өзіңнің атаң туралы әңгімеле. Мінезі: менің атам өте мейірімді, сабырлы және ақкөңіл адам. Ол ешқашан ашуланбайды, үнемі күлімсіреп жүреді. Маған қызықты ертегілер мен әңгімелер айтып береді. Маған қандай ақыл кеңес айтады? Атам маған үнемі үлкендерді сыйла, ешкімді мазақтама, сабағыңды жақсы оқы деп ақыл айтады. Сондай-ақ әдетті бала арлы бала екен есіне салып отырады. 4-ші тапсырма, сәйкестендір. Әкесі шағымданады, балалар кісіге күлмеуге уәде береді, көршілер уәдесін ұмытады, көршілер маған да күлер деп қорқамын деген сөздерді бір-біріне сәйкестендіреді. Әкесі маған да күлер деп қорқамын. Балалар уәдесін ұмытады, кісіге күлмеуге уәде береді, көршілер шағымданады. Енді мына жерде балалар біз кесте бойынша беріп қойдық, сонда өздерің оқып алыңдар. Кесте түрінде мысалы кейіпкерлер әкесі, көршілері және балалары. Не істеді әкесі? Балаларына қарттарды мазақтаудың жаман екенін түсіндірді. Сабырлы, ақылды. Әкесінің сабырлықпен айтқан ақылы өте дұрыс болды. Көршілері: балалардың кемпірді мазақтаған әкесіне келіп шағымданды. Жаман қылыққа бей-жай қарамайтын шыншыл, әділ екен көршілері. Көршілердің балаларды тыйып, әкесінің айтқаны өте орынды. Балалары: көшедегі кемпір мен шалды келемеждеді, кейін қателігін түсініп ұялды. Алғашында ақымақтық жасаған, бірақ қатесін түсінетін балалар болды. Балалардың қарттарды мазақтағаны дұрыс емес, бірақ ұялып түзелгендері жақсы болды. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңа рахмет.